Бұл енді негізінде тұтынушыға ықпал ететін салық. Кәсіпкерлер төлеуші болғанмен, олар тікелей төлемейді ол салықты. Ол салықты соңғы мына товардың құнына кіргізеді. Сондықтан сол қаражатты төлейтін тұтынушы. Кәсіпкер қай деңгейде болмасын, бұл салықты төлемейді. Мына басында B2B сатушылар, мысалы, оны толығымен алымға алады, вычет жасайды. Ал енді ең соңғы тұтынушыға товарды сатқан кәсіпкер оны құнына кіргізеді. Сондықтан бұл негізінде салық тұтынушыға салынатын салық, кәсіпкерге емес. Товарлар 16%-ға өсіп кетеді деген ол дұрыс емес. Себебі мына құн салығы тек қана 4%-ға өзгеріп жатыр. 12%-дан 16%-ға дейін. Оның өзінде бұл мысалы ең соңғы шикізатты сатқан, мысалы енді нанды алайық. Ұнды сатқанда 16% қосып сатады, вычет алады. 16%-ға бұл шикізат алды кәсіпкер. Сондықтан ал нанның құнында ол ана шикізаттың ғана 4% болады. Оның қалғанын мына толығымен енді адал есептесе, оны қоспайды. Оның ар жағында өзінің жалақысы бар, қызметкерлердің жалақысы бар, басқа да мысалы сол компоненттері бар. Оның бәрі сол 4%-ға қосылмайды. Сондықтан тек қана осы қосылған құн салығын есептегенде бағалар 4%-ға өспейді, одан төмен болады өсу. Бұрынғы әлгі жеңілтілген салық деген түсінік болды ғой, упрощенка деп жүрген. Арнайы салық режимі ол қалады. Ол тек қана әлгі B2C секторында қалмайды, тұтынушымен тікелей жұмыс істейтін. Сол салада, сол бағыттарда істеп жүрген B2B-ларға да қалады. Мысалы, бөлшектеп сатудың көбі осы қосылған құн салығын төлемейтін болады. Арнайы салық режимінде қалатын болады.